балаға диагноз қойылғанда дәрігердің айтқаны, менің жалбым былай болып барында, балам сөйлемейді деп айтқан жоқпын, мама деп айтпайды дедім да. Балам, врач айтып, сен балаң аутизм деді. Сен балаң сөйлемейді, мектепке де бармайды, садикке де бармайды, мама деп айқайлайды да. Раяна айтып тұрған дейді да. Осылай бала тұрды да, Раяна деп. Көзімнен кәдімгідей жас шығады. Андай қуаныш. Айналама қараймын, уже сағат кешкі уақыт қой, бәрі жұмыстан шығып, остановкаға асығатқан кез, біреуді құшақтағым келіп бара жатыр да. Чудо болады. Просто сол чудоға ғана сену керек та. Мамандармен 5 жасынан бастап жұмыс жасадым. Көп аналар анадай мойындамайды да, балам бір күн сөйлеп кетеді. Ана қазақта ырым нелері бар ғой, жаңа біреу мен ананың тілі 7 жаста шықты, 8 жаста шықты деп. Менің уақытым жоқ, менің 5 балам бар. Менің бұған уақытым жоқ, менің 10 балам бар. Менің деген басқа екінші бұзылысы бар балам бар. Менің үйде семьям бар, менің ата-енем бар. Мен соларға қызмет етуім керек. Бұл өмірде біз тек қана балаға бізге аманаттап бергенсіз, тек соған ғана қызмет ету керек. Баршаңызға сәлем. Бүгін ерекше подкаст. Мен Гүлсара Ниязқызы, логопед дефектолог. Бүгінгі подкаст бір ата-ананың, бір ананың, бір баланың өмірін өзгертуі мүмкін. Себебі бүгінгі подкастымыз өте ерекше форматта болайын деп тұр. Бүгінгі подкастымыздың тақырыбы аутизмді жеңген ана. Шынымен де қазіргі таңда көптеген балаларға аутизм қойылуда, аутистік спектр бұзылысы қойылуда, немесе зердесі бұзылған балалар бар, ЗПР балалар бар, яғни психикалық дамуы тежелген балалар. Дәл осы бұзылыстарды жеңуге бола ма, олармен қалай күресеміз деген сұрақ. Бүгін өте еркін форматта жасаймыз. Бір анамен сұхбат жүргізетін боламыз және мұқият тыңдаңыздар. Себебі бұл шынымен сіздің өміріңізге үлкен өзгеріс алып келуі мүмкін. Бүгін бізде қонақта Әлия ханым. Әлия ханым, қош келдіңіз. Сізді көргеніме қуаныштымын. Осы үшін мен былай айтқан кезде арнайы Атырауға келдім десем де болады. Себебі сіздің оқиғаңыз барлығына мотивация. Өзіңіз жайлы шағын айтып өтсеңіз. Саламатсыздар ма? Гүлсара Ниязқызы, сізбен көріскеніме өте қуаныштымын. Ең біріншіден шақырғаныңыз үшін көп рахмет. Өзімді таныстырып өтейін. Атым Әлия. Қазіргі таңда 4 баланың анасымын. Тұңғышым Раяна, 8 жаста. Ең бірінші бізге тұңғышымыз ғой енді. Ең бірінші бізге диагнозды қойған кез бізде 2 жаста қойылды. Бала ол кезде атына қарамайды, 2 жастағы бала ғой енді. Даже мен де танымайды да, даже мен бір жерге шыққан кезде де артымнан жүгірмейді, жылап балалар жабысып жүгіріп жатады ғой. Үйге кісілер келіп жатады, қонақтар келіп жатады, ешкім баламен де қосылып ойнамайды. Ойыншықтарды осылай өзі тізбектеп ойнайды, өзі айқайлап өлең айтып отырып ойнай беретін болды. Сосын түнде ұйқысы жоқ, телевизор қарайды түні бойы, сөндіріп тастасақ та, қасымызға алып жатсақ та, өлең айтып тұрып кетеді, сондай болды да. Сосын ойын алаңдарына апарғанда балалардың бір нәрсеге қызығып, бір нәрсе таласып атқан жағдайда ол вообще ондайға мән бермейді, өзімен өзі айдалада жүреді. Сол негізі осыған дейін бізде прямой эфир болды сізбен осы 2 жыл бұрын сияқты. Сол кезде маған көп аналар жазды да, сізге диагноз аутизм емес, ол мүмкін емес жеңу деп та. Бізде сіздің балаңыз сияқты қазір сол сәтті сізде бастан кешіріп жатқан, мен басымнан өткен нәрсені кешіріп жүрген аналар көп шығар, иә. Енді мен қазір сіз былай істеңіз, мен айтатын маман емеспін. Просто өзім басымнан өткен, өзімнің баламен қалай жұмыс жасадым, сол туралы айтам. Және де аналарға енді мотивация деп болуым да мүмкін. Мысалы, бір аналардың ойын өзгертуім де мүмкін. Егер сондай болып жатса, мен қуаныштымын, шыны керек. Ең бірінші балаға диагноз қойылғанда маған врачтың дәрігердің айтқаны, мен білмеймін ғой, даже менің жалбым былай болып барында, балам сөйлемейді деп айтқан жоқпын, мама деп айтпайды дедім да. Балам сосын атын айтсақ та қарамайды, неге дедім. Мен вообще ондай не деп ойламаймын ғой енді. Ең бірінші анамыз, ол кезде ондай түсінік қалыптаспаған бізде. Сосын врач айтып, сен балаң аутизм деді. Мен түсінбеймін оны. Сосын ішімнен ойлап отырмын,
мә бұл да бір андай бір аурудың түрі шығар, енді қазір емделеді ғой, бір дәрілерін жазып беретін шығар, ойымда ештеңе жоқ та. Сөйтіп ол қандай деймін да, не қандай емі бар, біз не істейік десем, сенің балаң сөйлемейді, мектепке де бармайды, садикке де бармайды, ортаға қосылмайды, сен осы баламен үйде отырасың, үйден шығармайсың, осы баламен тек үйде отырасың дейді да. Жаңағыдай мен дым түсінген жоқпын, сол жердегі состоянием вообще өзгеріп кетті да. Мен мынандай бір андай үмітім болды да, мынандай айтқанда, аутизм деп айтқанда бір емделетін ондай түсінік жоқ қой бізде. Бір дәрімен немен қазір врач назначение жазып береді деп, соны анандайды естігенде оның ешқандай да емі жоқ, сенің балаң тек жаңағыдай қоғамда ешқандай орны жоқ, тек өзің үйде осы баламен өскенше кәдімгідей отырасың деді. Мә кәдімгідей сол жердегі состоянием менің әлі есімнен кетпейді да. Жаңағыдай сыртқа шығғанда жаңағы не жолдасым күтіп тұр ғой, сосын айтамын, бізге аутизм деп айтты деймін, ол да білмейді ғой, ол не дейді да. Баланың болашағы жоқ деп айтты, жаңағыдай мектепке бармайды деп айтты, сөйлемейді вообще, сен даже сенің мамаң екеніңді де білмейді, папасын да ешкім танымайды, ол өзімен өзі, ол өз әлемінде жүрген бала деп айтты да. Сөйтіп мә жолдасым қабылдамай жатыр да, ол не ондай, кім врач айтқан оны, любой әкем сондай агрессияға беріледі ғой. Үйге келеміз де сразу интернеттерді ашамыз, манадай мен баламның іс әрекеттерінің барлығы жазылып тұр да, ойыншықтары тізбектеп ойнайды, өзімен өзі айналады, жаңағыдай даже тамақты да өзі ішпейді да, тамақты талғап ішеді жаңағыдай. Сосын мен даже 3 жасқа дейін балама қасықпен тамақ беріп жүрдім, бутылкамен бутылкамен шай суларын сөйтіп беріп жүрдім. Стаканды өзі іше алмайды, тек печеньені сұрайды. Сосын жаңа жесттермен сөйлейтін болдық, былай тек көрсетеді, ана печеньенің тұрған орнын көрсетеді, түсінбейміз да, ана бақырып атады, айта алмай атады, жылап атады бала деген. И көтереміз, шкафты көтеріп, қайсысы алш деп сөйтіп алғызатын болдық. Сосын енді мен 2 жаста солай диагноз қойылғаннан кейін мен бір жағынан манағы врачтың айтқанда маған не болған шығар, қатты айтқаны бір тиген шығар деймін да. Басқа врач болып, ой ол емделеді, қорықпаңыз десе, мен может жайылып кетер ме едім да. И оның солай қатты айтқаны маған бір мотивация болды деп ойлаймын. Мысалы балаң сөйлемейді, қоғамда орны болмайды деп солай қатты тигізіп айтқаны мені тірілткендей болған сияқты да бір жағынан. Жүктілік қалай өтті сізде? Жүктілік менде жақсы өтті, бірақ жаңағы тұмаумен немен көп ауырдым. Сосын бір стрессовый, жаңа 4 баланы көтеріп жүрген 4 айлығымда әкем өмірден өтті де. Сол кезде енді жылау бар, не может содан, білмеймін, енді кейде мен ойлаймын прививкадан деп айта береміз ғой, бірақ енді ол Алланың берген сынағы. Ол қандай себептен болды, мен білмеймін да, себебін. Өткені оның себебі жоқ та, енді дәл қандай нақты оны ешкімге айта алмайды да, оны нақты осыдан болды деп. Мысалы мен ешкімді де кінәламаймын, даже кейбір аналар өздерін кінәлауы мүмкін да, баласын осындай жағдайға түскен үшін. Ананы кінәлап керек емес, ол жерде ол тек Алланың бізге беріп тұрған сынағы деп қабылдап, и ана әрекетсіз қалмау керек та, жұмыс жасау керек баламен, и қабылдай білу керек соны. Негізі шынымен де қазіргі таңда енді былай айтып өтейік, аутизм дегеніміз не? Аутизмді кейбір сенсорлы бұзылыстармен шатастырып алады көбінесе. Мысалы жаңа атына қарамағандығы, заттар тізіп қойғандығы деген секілді. Бірақ аутизмнің нақты красный флажки деп айтады ғой, белгілері, ол жаңағы баланың анасын танымауы, қоршаған ортамен араласпауы, басқа балалармен араласпауы, эмоциясын басқара алмауы, немесе жалпы эмоцияны білдірмеуі. Былай қарапайым тілде аналарға түсінікті болу үшін. Раяна бізге келген кезде ең бірінші біздердің байқағанымыз бұл эхололия, жақсы білесіз. Эхололия дегеніміз бұл бала айтқан сөзіңді бірге бір қайталап береді. Яғни Раяна атың кім десе, Раяна атың кім деген секілді. Сұраққа солай жауап береді. Мынау не десең, мынау не деген секілді солай жауап береді. Бұл не себепті пайда болады? Бұны ата-аналарға мен жай ғана түсіндіріп өтейін. Маман есебінде бұл баланың түсінігінің қалыптаспағаннан пайда болады. Яғни эхололия 2 түрге бөлінеді, дереу және кешіктірілген деп. Дереу дегеніміз сол бойда айтқанды бірден қайталайды. Бізде Раянада дереу болды. Кешіктірілген ол бұрын, алдыңғы күні не сол күні таңертең естіген сөзді қайталай беруі. Мысалы, Раяна ойнаймыз деп егер сіз айтсаңыз, ол соны күні бойы тек қана сол сөзді айтуы мүмкін. Ол кешіктірілген, бірақ бізде Раянада дереу болды. Себебі Раянаға сұрақ қойсаң, бірден сұраққа дәл сол сұрақпен жауап береді.
және басты бұл жердегі белгісі аутизмнің баланың қоршаған ортаға араласпауы, яғни одан кейін стимдар балада, былай айтқан кезде самостимуляция деп айтамыз, оны біздер бір орында секіруі, айналуы, қолымен ойнауы немесе өздігінен күлуі баланың, иә. Енді сізге сұрақ, жалпы бұл сұрақ дегенде былай айтайын, жаңа сіз күшті айтып кеттіңіз, негізі бұл жерде ата ана кінәлі емес деп. Көп ата аналар ойлап жатады, мен садикке берсем бұлай болмайтын еді, прививка алмасақ бұлай болмайтын еді, енді білмеймін, мен балама көңіл бөлсем олай болмайтын еді, көңіл бөлмесем олай болмайтын еді деген секілді. Бірақ аутизм ол бәрібір ата ана не істегенмен де ол шығады, егер де оның белгілі бір белгілері бар болса. Сол себепті аналар өздерін кінәламаңыздар деп айтқым келеді. Енді сізге сұрақ, жалпы жұмысты қайдан бастадыңыз, неден бастадыңыз? Ең бірінші сол бізде жаңа 2 жасында қойылды ғой, сосын енді уже апарасың, мамандарға апарасың, логопедтерге, солай апарғанда бала 2 жаста, әлі кіші, дұрыстап отыр, күшті қыз болып отыр, сосын айтқаны, бала әлі кішкентай, 2 жаста, біз диагноз қоя алмаймыз, 3-ке толсын деді. Қазір сізді жаңағыдай логопед мамандарға да бере алмаймыз, бәрінде сондай ғой қазір нелерде. Сосын 3 жасқа дейін күтіңіздер деді. Баланың, может, оған дейін несі әлі даму болатын шығар деді. Сосын сол сөзден кейін мен кішкене андай өзімді андай ретке келтіріп бастадым да. Сосын бала 2 жаста, сосын жаңа балабақшаға бере бер деді, бара берсін, ортадан қалдырма деді. Қорықпа, айналасына ешқандай зияны жоқ баланың. Өзімен өзі ғана ғой, ешкімді ұрмайды, соқпайды, бірақ кейде бір айқайлап жылағаны болмаса. Сосын жаңағыдай баланы садиктен неден қалдырма, ортадан қалдырма деді, бере бер деді. Сол балабақшаға барып жүрді. Сосын мен жаңағыдай не істесем екен деп, ол жерде логопедтер жаңа барғанда енді консультация береді ғой, баламен ойна, карандашсыз жаз деп. Сосын жаңағыдай мақтамен жұмыс жаса деп, күнде бір мақтан аламда жаңағы бояуларға бояйым, әртүрлі, сосын қасықпен соны тасимыз, үреміз, екеуміз ойнаймыз. Кешке садиктен келгенде кәдімгідей мен мұғалім сияқты болып ашық сабақтарға дайындалады ғой, сол сияқты дайындалып отыратын болдым кәдімгідей. Бүгінгі материалым осы, кешке бүйтеміз, ертең бүйтеміз деп кәдімгі ойластырып қоямын да. Енді барымша ол кезде менде кішкентай бөпем болды, тағы да екіншісі. Сол үйде әжесі атасы келгенде баланы беремде, бір жарты сағат болсын көңілді Раянаға бөлетін болдым. Сөйтіп жүрдік. Сол 3 жасқа келгеннен кейін сол сәттерде уже ол андай уже сөйлеп бастап жүрді. Уже 3 жасқа жақындағанда, 2,5 жас сондайлы кезлерінде жаңағыдай сандарды айтып бастады. Сосын орысша бірақ. Сосын жаңағы красный, желтый түстерді айтып бастады. Сосын жаңағы жануарларды айтып бастады. Бірақ мен соған біз бәріміз сөйледі деп қуанып жүрік та. Жаңағыдай ғой, не сөйледі, бізге жаңа манағы врачты кінәлаймыз әлі, дұрыс айтпаған, қатты айтып неге деп, әлі бізде не қалыптаспаған. Сол не дұрыс не қоймаған, айта береді деп, енді үлкендер де жаңағыдай не істейді ғой, қайдан айтады деп, естімеңдер, жыламаңдар, болды, жаңағыдай бізге сөйтіп тоқтап айтады да, бала түзеліп келе жатыр, сөйлеп жатыр деп. Сосын содан кейін жаңа енді 3 жасқа келді ғой, біз уже комиссиядан өтеміз, апарамыз, сол кезде айтады, баланың сендер жаңа түс айтып, сандарды айтқанына мәз болмаңдар дейді. Бұл балада ол санды айтқанымен, ол қоян деп айтса да, ол алма деп айтса да, оның алманың не екені түсінік жоқ дейді. Балада жаттанды, мультик қарайды, телевизор қарайды, сонан жаттап алған айтады дейді. Баламен жұмыс жасаңдар, логопед, дефектолог, сосын психолог мамандармен деп. Сол ОПМК-дан өттік, 3 жасында өтіп, направление алып, жаңағы түзету кабинетіне барып жүрдік. Сол сәттерде енді кішкентайым болғасын мен ешқайда шыға алмаймын да, жаңағыдай ешқайда шыға алмаймын, баламды анда-мында тасиын десем, қыстың кезі болды, жаңа ауа райы не. Менде енді бала өзімде кішкентай болғасын, бұны анда-мында апаратын менде мүмкіндік жоқ. Папасы жұмыста, вахтовый методпен, ата-әжесі бәрі жұмыста. Енді бала өзіме қарап тұр да, түсініп тұрмын, өзіме қарап тұр, не істесем екен деп ой келді. Қандай қорқыныштар болды сізде?
менде қорқыныш, балам манағы врачтың айтқан әлі бар да, балам ана ортасынан қалып қояды, сосын сөйлемей қалады деген сияқты, иә. Қорқыныш сол болды. Вообще андай ортадан қалып қойып қоғамға вообще пайдасы болмайтын адам болып қалады деген сияқты сондай қорқыныш болды. Сосын жаңа енді сторис жаңа нелерден қарайсыз ғой, инстаграм нелерден, уже интернет бар, не бар, соны сауатыңды ашып қарайсың да, жаңағыдай не вообще ол не істеуге болады, мен өзім не істей аламын деп. Сол күндердің күнде бір не керек, өз балаңа өзің логопед бол деген маған реклама шықты. 7 күндік марафон дейді да, алам Гүлсара Ниязовна деп шығады, ішіне кірем, кәдімгідей аналарға бала андай ең бірінші балада результат болу үшін бірінші ана дайын болу керек, ананың сауаты болу керек, балаға не керектігін бірінші ана білу керек деп түсіндім да. Сол кезде уже өз балама мен өзім қалай логопед боламын, мен мамандығым басқа деймін да. Сол 7 күндік марафонға сізге жазылдым. Есімде әлі андай таблица составать еттік. Бірінші күні жасалған жұмыстар, артикуляциялық жаттығулар, птичка қойылып, сондай отчет өзімізге жасап жүреміз. Кешке сабақ болады, мен бірінші сауатын, баланы аямасаң аяма, жаңағыдай баланы аямау керек деп та. Сондай ең бірінші анаға мотивация берілу керек. Сосын жаңағыдай ана өзін түсіну керек та, балама не керек деген жұмыс жасау керек. Сол сәттен бастап мен өзім сауатымды аштым да. Бір жағынан сол сіздің арқаңызда мен балама не керектігін түсіндім. Артикуляциялық жаттығулар, логомассаж, енді қатты маман ретінде жасамасам да, әйтеуір мен үйде отырып әрекет еттім да, балама жеңіл түрлерін жасаған шығармын. Сосын жаңа аппликацияларды мен жұмыс жасадым, көбіне қиып дайындап қоям, орындарына қойып дайындаламыз. Даже менде видеолар бар, берерім. Сосын жаңағы моторика, құтта ұсақ ойыншықтар, моншақтар бар ғой, солармен пинцетпен алдыртам, жаңағы түске бөлдіріп салдырам, гречка мен күрішті араластырып жіберем де екеуін бөлгізем. Енді қазір оның барлық аналар біледі деп ойлаймын. Ол кезде енді маған бәрі қараңғы болды ғой, енді қазір уже баламен жұмыс жасағасын, уже не істеуге болады деп, не істеймін деп сұрайсың да. Сол моментте маған енді мындай қалай кеңес беретін, басқа аналар не істеп жатыр дейтіндей білетін адам болған жоқ та. Сол бірінші сол сізден сауатымды ашып бастап, үйден баламен айналысып, уже біз солай келе, бала 5 жасқа толып, балабақшамен қоштастық. Сосын жаңа түзету кабинетіне бар жүрдік. Сосын енді менде бала уже 5-ке толды, жаңа уже 0-й классқа беремді дайындалып отырмын да. Сосын мен айтам да, мен балам дайын емес қой деп. Биылға қоя тұрайын, кішкене баламен заниматься етіп, жаңа өзім таситын жерлеріме тасиын. Уже солар ортада мен уже 3-ші жүктілігім болды. 3-ші жаңа бөпемді өмірге әкелдім. Сөйтіп жүріп, әйтеуір Раянаны әйтеуір кешке жаңа келгенде сол жұмыстар жасаймын, хотя күнде болмаса да аптасына 2-3 рет болсын. Түзету кабинетіне барып келеді да, мысалы көп аналарда мындай болуы мүмкін. Болды, логопед жұмыс жасап жатыр, мен баламда результат болады. Сосын көп аналар андай бір керемет чудо күтеді да, мысалы бір витамин бар ғой қазір көп та, сондай берсем балам жазылып кетеді, либо ТМС нелер бәрі, соның бәрін алсам мен баламда чудо болады деп. Чудо болады, когда ана әрекет еткенде, баламен жұмыс жасағанда. Маманға сеніп отырып қалмау керек та. Ол маманмен бір 40 минут шығар жұмыс жасайтыны, бала ананың қасында ұзақ уақыт жүреді та. Хотя бы сіз манадай сызып, қиып жұмыс жасамасаңыз да, хотя баламен тілдесу керек та, сөйлеу керек. Мен көбіне Раянамен 3-ші жақта сөйлесетін болдым. Раяна келді, жүрді деп сөйтіп қысап сөйлей беретін болдым. Сол көбіне тамақ жасап жүрсем де отырғызып қоям, қасыма тест илеп жатсам да беріп қоям, қасыма жасасын мейлі. Сосын жұмсай берем, команда жоқ қой, команда орындамайтын болды. Жұмсай берем, жайлап уже балада түсінік қалыптасты. Бұл жерде жалғыз тек мамасы ғана не істеп, соның әрекеті деп емесін. Енді түзету кабинетіне барып жүрдік қой, біз сол кезде аптасына 3 рет барамыз, 1,5 сағаттай болып келеді. Сосын уже біз 5 жаста бір жаз айында уже балам өсті, 3-ші бөпем 1 жастан асты, болды, енді мен баламды алып шығам, Гүлсара Ниязовнамен кездесем деп. Сізге уже қыстан бастап орын алып жазып жүрдім ғой. Сонау осы Атыраудан Ақтөбеге келіп, кәдімгідей жатып, квартирасын жалдап, өзі еще сабақтан қалдырмайды, еще кішкентай балаларыңыз бар, қасыңызда? Қасымда сол кішкентай баламен барам, 3-ші қызым бол, соны көтеріп алып барам. Сосын
Райанамен бірге сосын күтіп отырамыз, екеуміз аулада жүреміз, ана магазиндерге кіреміз, ойнаймыз, 40 минуттай жүреміз. Сол енді айтайын дегенім, 5 жасынан бастап біз уже офлайн сабақтар алып бастадық қой енді сізден. Сол сәтте енді бірінші айында 10 күн деп басқа жақтан келгесін 10 күн деп бөліп келіп жүрдік қой. Біз Атыраудың өзінде тұрмаймыз, Мақат кентінде тұрамыз. Сол жұмыс жасап жүрмін, жұмыстан 10 күн больничный аламын, ай сайын кетіп қаламын ғой, сол Раянаны аламын, қызымды аламын. Сонда енді айтайын деген результат бірінші қалай болды бізде. Сізге барғанда Раянада айтып отырсыз, эхололия болды. Сосын тек қана не болды, зат есімдерді айтатын болдық. Көрсеткенде ғана мынау қой, мынау алма деп, көшеден көргенде де мынау деп айтқанымен, уже балада енді мен мама деп уже айтып бастады сол кездерде да. Мысалы ең бірінші айтқаны, сізден сабақ алып бастаған кезде мен көргенім балада етістік пайда болды. Мен помню, сіз бір ретінде осы 10 күнге кеткен кезде жылап жазып жүргенсіз. Иә, мен өзім сол кезде жаман жылағым келіп кеткен екен. Результатын қазір оны да айтамын. Сол ең бірінші пайда болған етістік пайда болды бізде да. Сол сіздерге барып жүрген кезімізде ғой, дворға алып шығамын кешкісін ойнауға, кішкентай қызым бар, осылай скамейкада отырмын, артық адам жоқ ол жерде, кешкісін бір сағат 6-лардың шамасы ау деймін енді. Сол қызым качеляда отыр, Раяна. Сосын біреу мама итерші деп айқайлайды. Сосын мен как-то оны Раяна деп ойлап жатқан жоқ, бірақ қарасам басқа балалар жоқ. Сосын қарасам мама деп айқайлайды да, итерші дейді, ана качеляда отыр ғой енді. Мен андай қатты білдірген жоқпын да, Раянам айтып тұрған дейді, қатты білдірген жоқпын да айтқанын. Сосын андай қайта не істейді екен деп әдейі мән бермей отырмын да, тағы да айтсын деп, мама итерші дейді да. Сосын барып тұрып итердім, ішімнен қуанып тұрмын да. Енді ол менің өйтіп командаға шақырмайды да. Ол кезде етістіктер жоқ. Ол кезде обращенная речь деп айтады. Мама итерші деп екі сөзді қосып айтты да. Еще ол кезде тек мынау қоян, мынау бірдеңе деп айтқанымен одан да етістік болған жоқ қой. Сосын жайлап уже ұшақ ұшты, мама көбелек ұшты деп сөйтіп айтпады. Мен айтам, етістіктері пайда болып жатыр, уже екі сөздерді қосып айтып жатыр деп. Соны қорықпай, мен нулевой классқа бермеймін деп ойлап жүргенде, қорықпай сол нулевой классқа беріп тастадым, кәдімгідей жалпы білім беретін мектепке бердім. Содан кейін уже жайлап эхололиясы кеткен кезде айтайын, сол ғой сізбен қуаныш сәтті бөліскенім. Астанада тоже бір неге бардық, ол кезде сол не істеп, тағы да қосымша нелерге апарып жүргенде, Астанадан сабақтан алып шығамда, күнде сұраймын ғой мен одан манағыдай не деп, атың кім деп, әлі сол, атың кім десем, атың кім дейді, нешедесің деп сұраққа сұрақ етіп жауап бере береді да. Мен күнде айтам да оған, бір күні осылай келатам да, атың кім деймін ғой, тұрып қалды осылай, қарасам, осылай бала тұрды да, Раяна деп, прям осылай бөліп айтты ғой. Сосын тұрамын да, атың кім деймін, айтам, Раяна дейді, атың кім деймін, Раяна дейді. Сосын бір нешедесің десем, 5-темін деп осылай тұр ғой. Көзіме кәдімгідей жас шығады, андай қуаныш. Айналама қараймын, уже сағат кешкі уақыт қой, бәрі жұмыстан шығып остановкаға асығатқан кез, біреуді құшақтағым келіп бара жатыр да. Мен балам айтып жатыр, ана кеттің істеп сұраққа қуанышым бөлсін, сразу баламды видеоға түсіремін ғой. Видеоға түсіремін, бірінші сізге жіберемін, әжесіне, атасына, папасына, бәріне жіберіп жатырмын да. Қайынсіңілім бар, өзім не істеп, аналар бар ғой, сондай нелер сөйлесіп жүр, бәріне түсініп жатыр да, бәрі қуанышты ғой, қуанышың құтты болсын, жарайсың, молодец деп та. Сол видеосы бар, саны Раяна дейді да, қайта ту мама қойшы дейді да соңында. Сол айтайын деген қуаныш қой шынымен. Енді балам, біз енді жақында тағы бір байқағаным, бұл андай, бізде әлі Раянада андай жоқ та, өткенде деп сөйлемейді. Сосын кеше бардық деп жаңағыдай. Сосын бірінші классқа барып жүргенде бізде жаңағыдай не болды. Апайы 8 мартқа менімен Раянаның түскен фотосын салып, тілек жазғанда, холодильникке жазып тұр, магнитный неге. Соған қарап отырды да, мама мынау сен, мынау мен деп айтып отырды да. Сосын десем, бұны баяғыда маған Толқын апай берді ғой дейді да.
уже балада түсінік бұрынғы бейнесі айтып жатыр да. Мен ондай ол айтпайтын болды да. Мә деймін да, сосын кім берді саған десем, Толқын апай. Қашан десем, баяғыда берді ғой маған 8 мартта дейді. Аналар 8 март мейрамға берді ғой, наурызда дейді. Аллаға шүкір деймін да. Енді әйтеуір бір мысалы жұмыс жасағанның несі сол моментте көрінбегенмен алдағы уақытта ол бәрібір нәтижесін береді да. Көп аналар айтуы, мысалы көп аналар ойлауы мүмкін да, мысалы мен қазір апарып жатырмын баламды, әлі результат жоқ деп. Ол балада бірден болмаса да, ол со временем бәрібір шығады да. Сол үшін аналар манағыдай тоқтатпау керек та жұмыс жасауды, әрекет ету керек. Мен мысалы Раянаға осы жерде айтып кететінім, бір витамин бір беріп, укол салдырып ондай болмаған да. Бір болды енді витамин назначение бергенмен алып, уколдар салып көргенім, бірақ ондай қатты не көрген жоқпын да. Мен тек әрекет нәтижені неден көрдім. Осылай жұмыс жасағанда, логопедтерге тасып, сондай жұмыс жасаған арқасында көрдім да. Мен балама сол мысалы нәтижесін беріп жатыр да. Басқа аналарда мысалы басқалай болуы мүмкін. Енді мен айта алмаймын ғой. Мысалы менің балама жұмыс жасаған, ол әр балада әртүрлі да қабылдауда, ол несі қалай график нелер басқа болуы мүмкін да әр балада. Сол үшін тек дайын болу керек та бәріне. Мына нәрсені айта аласыз ба? Біздер аналарға 7 күнге бөлу дегенді үйреткен болатынбыз. 7 күнге бөлу дегенді. Сол жөнінде айтып өте аласыз ба? Ол жөнінде былай ғой, айтады да, аналар дейді, үйдің тірлігі бітпейді ғой шынымен. Ужин дейсің, обед дейсің, уже көбіне балаға мән берілмей қалады да. Сонда сіздің айтқаныңыз күніне жарты сағат болса да балаға уақыт бөліңіз дейді. 7 күнге былай бөліп қойдық та, артикуляциялық жаттығу 5 минут орындалды ма, хотя 5 минут да, өзіңіз үйретесіз да, оны осылай жасайсыз, атпен шабу, сосын үру жұмыстары, үру сосын сурет салу, сосын балшықпен баламен, хотя сосын сөйлесу, шақыру, баламен кәдімгідей уақыт өткізу да. Солай бөліп қоямыз да, солай мынадай орындалған белгі птичка саламыз. Если орындалмаса қарап отырамын да, мен балама уже білінеді да уақыт бөлмегенім. Хотя бір 24 сағаттың жарты сағат неге бөлмеске да. Мысалы жарты сағат Инстаграмға да кетіп қалады дейсіз. Даже кинода көріп отырамыз ғой, сол момент, сол мысалы жарты сағатта. Соның орнынан балаға содан кейін уже түсініп қалыптасты мені. Күнне 1 сағатты кәдімгідей балама арнаймын деп та. Уже марафон біткеннен кейін мен манағыдай күнде интернетте нелерден қараймын, қандай нелер бар деп. Сосын манағыдай бояу аппликациялар, солар естіп аламын да. Енді әжесіне беріп қоям, оны бүгіннен шығарып алып келеміз, мынау ертеңгі сабаққа, мынау бүгінгі сабаққа деп бөліп беріп қоям. Сосын үйде тағы да нелер бар, олар да отырады қасына, бәріміз осылай дөңгеленіп отырып сабақ оқимыз. Семьямызбен дейсіз ғой. Аналар отырады, сосын моншақ, сосын пластилинмен жұмыс жасаймыз. Енді қию, соларды. Қайшыны ұстатамын. Менің есімде сіз сондай фотоларды, видеоларын жіберетіңіз, постоянно, прям всегда жіберіп отырады. Дұрыс па, дұрыс жасап жатырмын ба деп сізден көбіне байланыстырайын да. Сізге рахмет сол кезде әйтеуір уақытыңыз тығыз болса да жауап беріп, не істеп үлгеріп жатасыз, кері байланыс беріп, дұрыс, Раянаның мамасы тағы да мынадай жасап көріңіз, мындай жасап көріңіз деп. Сізде телеграмда еще не бар ғой, канал бар ғой. Сол жаққа біз бәрін салып жатырмыз. Материал дайын ғой, енді қазір бәрі бар, просто тек алып, тек балаға уақыт бөлу керек та. Осы орайда ата-аналарға айтарым, бізде көп ата-аналар былай ойлайды, баланың түсінігін қалыптастыру үшін мен тек қана мамандарға баруым керекпін, немесе ТМЯ салу керекпін, бак алу керекпін, қалай да миын қозғау керекпін, стимуляция жасау керекпін деп ойлайды. Бірақ бізде табиғи стимуляция деген нәрсе бар. Табиғи стимуляция деген енді былай айтқан кезде баланың миын жаңа нейрондарды байланыстыру, ол ешқандай аппаратсыз, өзі табиғи жолмен. Ол қандай? Ол күнде баланы үйде жұмсау, сенсорикасын арттыру. Яғни баланың қолын кейде ысыға, кейде салқынға үйрету, дауыстарға үйрету, қатты дауысқа, жай дауысқа үйрету, күнде фоновый жай музыкалар қосып қою деген секілді. Осындайлар, және бұл жерде көбінесе дене жаттығулары, баланы отырғызып тұрғызу, тіптен балабақшадан, мектептен келе жатырған кезде баланы жаңа жермен алып келу.
Мысалы біздер күнде бір жолмен алып келеміз ғой, а бірақ балаға жаңа нейрондық байланыстар қалыптастыру үшін жаңа жермен алып келуге болады. Немесе балаға әдемі жерлерді көрсету, әр аптаға бөліп тастау. Негізі ата-аналардың баламен качественный уақыт өткізу деген нәрсе бөлек, және качественный уақыт өткізу деген нәрсе бөлек. Мысалы, качественный уақыт өткізуге 15 минут жарайды. Себебі бізде кейбір ата-аналар 1 сағатқа 40 минутқа баласын отырғызып қояды, а ол олай жұмыс жасамайды. Неге? Өйткені 40 минутқа бір сыныптың өзі әрең шыдайды, сол себепті тек қана 15 минут арнау керек. Және күнді 7 күнге бөліп, бірінші күні мысалы сурет салса, екінші күні сурет салмайды. Үшінші күнде салмайды. Ол жерде құммен ойнайды, далаға шығарып ойнайды, слайммен ойнайды, пластилинмен ойнайды. Суреттерді білмеймін енді, далаға шығып ойнайды, доппен ойнайды, түрлі жаттығулар жасайды, зерттейді деген сияқты. Даланы шығып зерттеуге болады. Мысалы, жаңа Раяна маған гүл теріп алып келді. Сол сияқты гүлдерді теріп алып келуге деген сияқты болады. Сол себепті, құрметті ата-аналар, егер балаларыңыздың түсінігін қалыптастырғыларыңыз келсе, онда міндетті түрде осы баланың күнін 7 күнге бөліп қойыңыздар. Ал енді Раянаның мамасы, мен сөйтіп атаймын. Солай жаттап алғанмын, Раянаның мамасы деп. Мына нәрсеге жауап беріңізші. Чудо бар ма? Чудо дегенде енді бәрімізде бір чудо болса екен деп күтеміз да. Мен бір есімде жаңа марафон кезінде аналардың чаты бар ғой, аналар тілектеріңіз болса, армандарыңыз болса балаларыңызға дегенде сонда жазамын ғой. Бір керемет нәрсе болып жаңағыдай. Ол кезде не ғой, 4 жасында, сол кезде баламның мектепке барып жаңа тілашар тойын жасап жатсам ғой деп өзім сондай бір арманым болды да, сондай тілек болды да. Чудо болады. Просто сол чудоға ана сену керек та, баласының жаңағыдай болашағына ең бірінші ана сену керек. Мен балам сөйлемейді деп айтқанына, мен сол кезде врач сөйлемейді, балаң ортадан қалып қояды дегенге сөйтіп айтқан, маған врач сөйтіп айтты, бездействие отырсам, может мен қазір мына жерде отырмас едім. Мысалы, ол әрекет ету керек та, любой ана соған баламен жұмыстану керек, маманмен де жұмыс жасау керек, ананың бірінші баласын зерттеу керек, ана зерттеу керек та, мен балама не керек. Мысалы, көп аналар, мысалы, біреуден көреді де, мысалы, анаң баласы мынаны ішкеннен жақсы болыпты дейді да, сосын ана врачқа барды, ана врач бүйтіп айтты, әр жерге тасып жүреді да. Мысалы, кімнен не істейді, соған мысалы, енді аналардың барлығы баласын жақсы болған қалайды ғой. Просто сондай кезде бірінші ол мен балама керек па деп өзіне сұрақ қою керек та. Чудо болады, просто ана соған сену керек и жұмыс жасау керек баласын. Мен Раянамен мақтанамын. Мысалы, қандай жұмыс жасасам да, қандай жерге апарсам да, әйтеуір нәтижесі болады да. Сонда жаңағыдай ана тарапынан да, маман тарапынан да болғанда, ол балада болады, результат болады, нәтиже болады. Бәрі бір күнде болмайды. Бір күнде бала сөйлеп кете салмайды да. Мысалы, егін еккенде бүгін егеміз, соғиямыз, тыңайтқыш саламыз. Ол бір күнде өсіп кетпейді ол егін деген. Мысалы, беретін несін жемісін бір күнде бермейді. Бала да сол сияқты. Бересің балаға, бар неңді бересің, вниманиеңді, көңіліңді, материалдық жағдайдан да бәрін бересің, уақытыңды бөлесің деген сияқты. Ол бір күнде болмайды да, ол бірнеше жылға созылуы мүмкін да, бірақ әйтеуір бір керемет болады деп сену керек та. Мысалы, бүгін еккен талғың 10 жылда жемісін беруі мүмкін да. Мысалы, бала да сол сияқты. Күшті жауап. Шынымен де бізде қазіргі таңда мынадай нәрсе бар, қоғамда аутизм өте көп болып кетті. Және кейбір сенсорлық бұзылыстарды да аутизм деп аналарды қорқыта береді. Қазір Инстаграмда көп қой, мысалы. Әйтеуір Инстаграмда ашып қалсаң, былай жасасаң балаң сөйлемейді, былай жасасаң балай сөйлемейді, былай істесең балаң сөйлемейді деген сияқты, или былай істесе аутизм деген сияқты. Информация көп қой қазір, просто аналар соған есеп қағады. Фильтр қойып сауатты болу керек та сол үшін. Жалпы осы подкасттың біздің шығаруымыздың да мақсаты бұл аналардың қандай
күшке құдіретке ие екендігін көрсету мақсатында. Бұл жерде мені көрсету емес, бұл подкастты мен аналарға арнап және арамызда осындай батыр аналар бар екенін, мықты аналар бар екенін көрсету мақсатында шығарып отырмын. Себебі көп аналар поддержка болмаса құлап қалуы мүмкін, мысалы сынып қалуы мүмкін. Бірақ мен айтқым келеді, бірінші орында балаға поддержка ол анасы. Ең бірінші орында оны сезетін де, оны түсінетін де. Ол жерде жолдасынан поддержка болмауы мүмкін, ата ене түсінбеуі мүмкін, қоғам түсінбеуі мүмкін мысалы. Бірақ сонда да бәрібір былай айтқан кезде баланы жарқыратып шығару ол ананың қолында, және чудо бар. Тіптен мен айтайын, ДЦП балалар немесе жүрмейді деген балалар жүріп кетіп жатыр. Мысалы мен келесіде может ол ата-ананы мен шақырамын, жүрмейді деп баласына ДЦП қойған, бірақ баласы кәдімгідей былай айтқан кезде тонусы өте төмен кәдімгідей. Бірақ представляете, қалай анасы оны шығарған. Күнде мамасы оны беліне байлап алады екен. Баланы 3-ке толған бала уже жүрмейді деген, не істейді? 3-ке толған бала жүрмейді деген ол уже кәдімгідей катастрофа ғой былай айтқан кезде. Мамасы баласын беліне байлап алады екен де, ішіне осылай ременмен, сосын 2 аяғына байлап қояды екен де, күнде жүреді екен. Күнде жүреді екен де. И ақыр соңында бала жүріп бастағанда дәрігерлер өте қатты таңғалған. Біз просто чудың бар екеніне біз сенеміз деп айтқан болды. Біз бұған ешқандай былай айтқан кезде анықтама бере алмаймыз, оны зерттемейміз, оған тиіспейміз деп. Жалпы арамызда негізі осындай аналар өте көп. Солардың бірі сіз негізі. Және бір қызығы, мен осындай подкастқа көп ата-аналарды негізі шақырамын. Бізбен бөлісіңізші. Енді бұл жерде біздің нәтижеміз деп емес, жалпы аналарға мотивация болыңызшы десе, көп аналар келмейді. Бұл жерде мынадай нәрсе, мен баламды көрсеткім келмейді деген нәрсе бар, мен ұяламын деген нәрсе бар, мен балам инвалид емес деген нәрсе бар, менің балам ол былай айтқан кезде оны мен жариялағым келмейді деген сияқты. Жалпы осыған сіздің көзқарасыңыз қалай? Раянаны сіз қалай қарайсыз? Достарымыз бар, енді уже Раянамен құрдас бар ғой, соны айтты. Мен балам былай сөйледі, былай деп айтты деп, енді бәріміз де мынандай бірінші балаларымыз ғой, андай айтып жатады да, бас қосқан жерлерде. Мен үндемей отырамын. Сосын маған сұрақ қояды, Раяна не істемей ма деп, айтпай ма деп, не дейді, бірдеңе сондай сұрақтар қойғанда мен андай сөйлейді ол, айтады деймін да, андай өтірік ойдан құрастырып айтатын болдым да. Сосын айтамын да, сол кезде мен неге сөйттім деймін да, ол сөйлейді деп, неге өзімді соған сендірдім или басқа неге сендірдім дейді. Ол просто мен мойындамадым да баламның сондай сөйлемейтінін, жаңағыдай. Сосын ренжіп келемін да өзіме, манадай сондай сәттерде өзімді кінәлап, сондай бір ренжіп, сондай болады ғой енді, любой анада басынан өтеді ондай. Қай жерден қателестім, кімге не істеп қойдым, барлық ананың несі айтары сол ғой. Сосын уже жаңағыдай уже жұмыс жасай келе, мысалы мен логопедтерге рахмет айтамын да, тек баланың ғана несі емес, аналарға да сауатын ашып жатыр да. Баламен жұмыс жасауға күшті кинолар мысалы совет береді да, қарауға да, мысалы мотивация аласың да, сондайларды уже солай келе өзің бейімделесің да. Уже мен көп жерде айтам, Раяна жаңағыдай сөйлемейді деп бастадым да айтып, уже бізде мынадай диагноз бар деп уже айтам, мойындадым да. Сосын маған айтып жатырсыз ғой, жаңағыдай любой неде енді бірінші оны сезетін анасы деп. Біз кішкентай бір өзгеріс болса, соны біз көреміз, оны басқа көрмейді. Біз соған қуанамыз кәдімгідей да. Оны папасы да көрмейді. Сен папасына айтсаң, ол түсінбеуі мүмкін. Любой бала айтпай ма деп. Бірақ бұл любой бала емес та. Ол ерекше бала. Ерекше бала деп айтпайды да көбі. Ерекше бала да. Ол баламен, басқа баламен салыстыруға келмейді да. И менде бұрын сондай болды да, басқа балалармен салыстыра, мен уже жанталасу да менде, мен балам сондай болса екен деп. И соның бәрін уже жібересің, когда баланы мойындайсың өзін, басқалармен салыстырмайсың, сосын жанталаспайсың да, баламда результат болса екен деп, тек немес та, сондайын бәрін жібергенде бір жағынан ананың состояниесі балаға беріледі деген шын негізі. Өзіңді солай дайындағанда балада да сол нәтиже болады негізі. Мойындау керек баланың не екенін, ұялмау керек та, ол қоғамда болып жатқан нәрсе ғой. Ол да кәдімгідей қоғамда орын алып тұрған бала, ол кәдімгідей ол бір тұлға да, ол бөлек тұлға менен.
оны ерекше бала екенін. Сосын қазір бірінші класста мысалы нулевой жаңағы мат сыныбы бар ғой, мат сыныбы, сосын бірінші сыныпты біз жалпы білім беретін мектепте оқыдық, кәдімгідей балалардың арасында оқып жүрді. Сол мектепке барғандағы сезім қандай болды сізде? Күшті болды. Маған сол қызық. Иә, Аллаға шүкір деймін да. Бала сол кезде айттым, баяда врачтың айтқаны да маған, бала мектепке бармайды деп. Если сол кездегі айтқан немен қазіргі нем салыстырғанда мен шүкір деймін да. Шүкір деймін, иә Алла, әйтеуір бала мектепке келе жатыр деймін да. Әйтеуір мейлі 5-пен оқымасын, мейлі 3-пен оқысын, мейлі тіпті әйтеуір ортада жүр ғой деймін да. Барлық аналар мысалы баласын лидер болғанын қалайды да. Лидер ол бір балада лидерге болады, бір бала болмайды да. Бірақ ол балаға оны лидер бол деп бүйтіп жұлқап керек емес та. Ол балаға ол ұнамауы мүмкін, мысалы ол нәрсені оқуда мысалы талап етпеу керек та, қатты талап етпеу керек. Мен әйтеуір Раянаның мектепке барғанына шүкір деймін да. Балалардың ортасында отырғанына, партада отырғанына, жазып нестен. Апай енді осы жерде жаңа бірінші сынып, мат сыныбында оқыған апайларына да алғыс айтамын да. Ерекше көңіл бөліп, Раянаны қабылдап, мысалы бар ғой мұғалімдер, мен мына баламен жұмыс жасай алмаймын деп. Мысалы балабақшада да мысалы кедергілер болады ғой, болмайды емес. Соның бәріне мысалы апайлары көз жұмып қарап, бөлек кәдімгідей внимание беріп, айналысты да енді. Ол общий неде, общий мектепте, общий жалпы білім беретін нелердегі мұғалімдерге бұндай балалар негізі қарастырылмаған ғой. Бірақ Раянаны қабылдады да, енді арасында жүрді. Сосын енді сол керек. Әйтеуір бірінші сыныпта енді көп аналар ойлап отқан болар, қалай оқыды деп та. Әріптерді қосып оқиды, оқи алады, әріп таниды, жалпы даже апайы да маған айтып жүрді. Сіз маған жібергенсіз оқып жатырғандарын. Оқып, нелерді, сөздерді қосып оқиды. Сосын апай айтады, жалпы былай балалармен салыстырғанда қабілеті бар дейді да, баланы қабылдау жақсы дейді да, бүгін үйреткен затымды ертең біліп отырады дейді да, манадай өзінің қатесін де біліп отырады жаңағыдай. Бүгінгі қатесін ертең қайталамайды дейді да, оның өзі маған нәтиже, оның өзіне мен қуанамын. Сосын бір несі манадай айтады да, балаларды қағып кетсе, ой кешір, ауырып кеткен жоқ па, кешір деп жаңағыдай сүйіп не істейді дейді да. Сосын былай балалар маған келіп, мен андай құшақтап не істемейді дейді да. Раяна дейді да, мындай мен сабақтан жиналып жатқанда жүгіріп келіп қасыма кітаптарымды жинап көмектеседі дейді да. Сосын жаңағыдай бір жерінде соғып алған ауырып кетсе, апай не болды деп бүйтіп сипап, ауырып тұрған жоқ па деп сөйтіп сұрайды дейді да. Сосын есік алдына шығарып тұрғанда да бүйтіп тоңып тұрса, апай тоңып тұрсың ба деп құшақтайды дейді да, сөйтіп құшақтайды деп не істейді да. Соны айтамын енді, сол енді бірінші сынып енді, бірақ қанша дегенмен ол жалпы білім беретін ортада бала енді ортада ол ілесе алмайды да. Сосын оны түсіндім мен. Сосын осы екінші сыныптан бастап әрі өзіміздің апайымыз да жаңа декреттік демалысқа кетті. Сосын соны түсініп қабылдадым да. Иә, жаңа ПТТ классқа өзім кәдімгідей комиссия өткен жерде мен айттым, мен баламды ПТТ классқа жаңа направление жазып беріңізші деп сұрап алдым. Ата-ана сенімдісіз ба деді. Біз негізі өйтіп жалпы білім беретін ортаға деп бергеннен кейін біз оны өйтіп ауыстыра алмаймыз негізі дейді да. Бірақ сіз өзіңіз сұранып тұрсыз дейді да. Бірақ сіз осыдан енді келесі жылы қайтадан ауысам демейсіз, кәдімгідей жүресіз. Мейлі жүремін деймін да. Мен ең бірінші мен балама жаңағыдай удобствосы болса болды, иә. Баламда не болса болды деп. Шүкір, қазір сол ПТТ класста оқығалы кәдімгідей көп нәрселерді айтады уже. Енді барлық күшті бір не болмағанмен енді сандарды санға қосып, әріптерді қосып оқып, жазуы енді кішкене келістірмейміз, бірақ енді оған шүкір деймін. Бірақ сол апай айтады, көп балалармен салыстырғанда Раянада шүкір жақсы дейді. Осы жерде мен мына нәрсені айтқым келіп тұр. Көп аналар шынымен де балаларына өте үлкен талап қояды. Иә. Өте үлкен талап қояды. Мысалы, бізге алып келетін балаларды айтайын. Бізге ата-аналар балаларын алып келген кезде былай деп алып келеді. Біздер сентябрьде мектепке бару керекпіз, қыркүйекте. Оған дейін мен балам қалайда бару керек деген сияқты. Иә. Мысалы, сосын біздер ата-анаға отырып түсіндіреміз. Қазір біздер былай айтқан кезде жаймен тайтайлап барамыз. Олай болмайды, түсінігі қалыптаспаған баланы біз бірден мектепке жібере алмаймыз 3 айдың ішінде. Сосын түсіндіріп айтамыз. Біздер бір айда
бірінші баланың команданы түсінуді үйретеміз, сосын екінші айында ары қарай оны байланыстырып сөйлеу, жаңағы етістіктерді байланыстырып сөйлеуі, ситуацияға жауап беру, сол нәрсеге үйретеміз, сосын барып жаймен барамыз деген сияқты. Жалпы құрметті ата-аналар, балаларға мақсат қоятын кезде өздері баланың шамасынан тыс мақсат қойып алуға болмайды. Жаңа сіз баланы ПДТ мектепке ауыстырдым дегенге мен өте қатты риза болып отырмын. Себебі көп ата-аналар жүрсе жүрсін әйтеуір деген мақсат бар. Ол ешкімге статус емес. Ол қазіргі заман. Бала қиналып қалады. Ол қазіргі заманда ой, мен балам жалпы білім беретін мектепте оқиды деген ол былай айтқан кезде мақтаныш емес. Қазір барлық аналар бірінші орынға баланы қояды, және шынымен баланың былай айтқан кезде егер деңгейі кәдімгі қарапайым балаларға жетпей жатырса, онда оны мойындап, керісінше оған қажетті тиісінше білім алатындай мүмкіндік жасайды. Бұл өте күшті нәрсе, мен өте қатты риза болып отырмын шынымен де. ПТТ-ға бергелі, мысалы ПТТ класста кәдімгідей сабақ өтеді, сосын кәдімгі дефектологтың сабағы, түзету сабақтары, түзету ырғағы сабақтары болады да. Сондай сабақтар болады. Сурет салып берді. Сол негізі сондай өзінің ортасын өзіне қажетті ортаға берген дұрыс та. Ол жерде апай айтады да, мен жалпы балалармен көңіл бөлермін жақсы дейді, бірақ мен ол маман сияқты жұмыс жасамайды ғой бәрібір. Ол жерде мысалы психологта жұмыс жасайды, Раяна мен ПТТ классқа барғалы, дефектолог маман, логопед маман, жаңа бөлек ертегілер оқытады да, оның бәрі оған плюс та. Сосын мен андай ол жерде мысалы жалпы білім орта мектепте ондай не қарастырылмағанда, ондай жаңа сабақтар жоқ мысалы. Ал мына жерде кәдімгідей мен өзім жұмыста жүргесін мен оны қайта жаңағыдай логопедке бірде бармай қаламыз, бірде барамыз. Бізде мысалы бар логопедтер нелер жұмыс жасайтын, бірақ оларда кейде жаңа өздері ауырып қалып, балалар ауырып қалады да, бірде бар, бірде жоқ та. Сосын ойладым, әйтеуір мына мектепте кәдімгідей уақытылы жүреді ғой сабағы. Және өзіне сол керек орта, өзіне сол не деп, өзім соны шештім, және оған еш өкінбеймін, қайта қуанам. Апайына да айтып жатам ғой, осы ПТТ-ға бергеніме өте қуанам деп, жаңағыдай, шүкір деймін да, әйтеуір дұрыс шешім болды, осындай айтып жатыр деп. Осы неге ықпал жасаған жаңа бірінші сыныптағы апайымыз негізі. Мен өзім декретке кетіп баратырмын. Басында бізге негізі ақпан айында жаңағыдай ауыстырасыз ба, жаңағыдай жеңілдетілген неге деп айтқанда, жақсы деп, комиссиядан өтейін онда қайтадан деп айтқанда, сол психологпен сөйлескен ғой, жаңа Раяна мамасы не бермей ақ қойыңызшы, мен өзім қадағалаймын, жаңағыдай бір жағынан қимай да тұрмын дейді да, баланы не істеп жүре берсін, ашылып келе жатыр, жүре берсін, деп өзім қадағалаймын, өзім де көмектесіп жатырмын деген сияқты. Сосын жаңағыдай уже оқу жылы аяқталғанда маған айтады да, сөйтіп айтып алып, енді өзім жаңа декретке кетемін, соны ойлап жүрмін Раянаны, солай айтып алып, енді өзім кетіп қалсам, анадай біртүрлі болып қалатын сияқты. Сосын жаңа орнына келетін апай оған солай қарай ма, қарамай ма деген сияқты. Сосын бір жағынан енді ол кезде менде екі ой қойып жүрді, бермеймін деген. Сосын нақты шешім қалды, мен берейінші, осыған мені соған әкеліп тұрған болар, енді біреу себепші болады ғой шынымен, сол осыған әкеліп тұрған болар деп. Сол аналарға айтарым, мойындаңыздар балаларыңыздың ерекше бала болса, мойындаңыздар, салыстырмаңыздар, жаңа өзіне керек ортаға қарай бейімдеген дұрыс та. Ол кейін балада сұрақ болуы мүмкін да, мен неге сондай жерге апармадым, мен неге жұмыс жасамадың, мен неге қинадың деген сияқты да. Сол қазіргі сіз мысалы қазір бала үшін жанталасып, балада ортадан қалмасын деген не болғанмен, оның запросы кейін болады да, ол кезде уже бәрі андай қалай қайтару мүмкін болмай қалады да, уже ол кезде бәрі уже кеш болып қалады да. Сол кезден сол үшін қазірден бастап уже өзіне керек нәрсемен, өзіне керек ортамен, сондай мектепке беруге асықпасын. Мысалы мынадай жалпы білім беретін, сіз айтыпсыз ғой, жаңа көп аналардың талабы бар деп. Сол мысалы бір ата-аналарда соны айта кететінім, мен баламмен жұмыс жасауға әлі кеш деп ойлауым мүмкін да. Мен баламмен мысалы үйде отырып
өзім үйде отырып жасағанмен нақты мамандармен 5 жасынан бастап жұмыс жасадым. Иә. Даже 8 жас болсын, 7 жас болсын, көп аналар анадай мойындамайды да, балам бір күн сөйлеп кетеді. Ана қазақта ырым нелері бар ғой, жаңа біреу мен ананың тілі 7 жаста шықты, 8 жаста шықты деп. Сондай немен жүріп қалып, балам жағдай кеш енді 7 жас деп не істемесе, кеш емес, әрекет етуге ешқашанда кеш емес, баламен жұмыс жасау керек. Тіптен 5 жас баланың түсінігін қалыптастыруға да кедергі болған жоқ. Иә. Былай айтқан кезде. Мысалы, қаншама результат бар, 5 жастан бастап уже етістік қосылды, эхолалиясын жеңдік, әріптерді қосып оқып бастады, мысалы да, уже андай эмоциясы, эмоция уже мынандай ауырып тұрсың ба, мама ауырып қалдың ба деп басымды ұстап, мама шаршап тұрсың ба деп, оның өзі де қуаныш қой. Сосын мынандай тамақ пісіріп жүрген күйіп қалса да деп тек жүгіріп келеді, мынандай бар ғой, уже ол сезініп тұр да эмоциясын. Сосын мына жерімді уже массаж шақты деп айтады да, бұрын кішкентайында ол даже аяғына жаңа аяқ киім ішіне тас кіріп кетсе де ол жүре береді, ауырсын сезінбейтін болып тұр ғой, ойнап жүре береді. Шешкенде ғана білеміз. Сосын аяйым, сосын оған да өзімді кінәлап отырамын да, неге қарамадым деп та. Айтатын сезімін айта алмай тұр да, ауырып тұр деп айта алмай тұр ғой, ойнап жүре береді да. Қазір уже мына жерім мындай, жерім мындай, бәрін айтады, шүкір. Күшті. Негізі бізде қоғамда мынадай ұғым қалыптасқанда, аутизмді жеңуге болмайды деген нәрсе. Енді дәрігерлер де біздерге сол нәрсені айтады, ол аутизмді жеңуге болмайды, аутизм ол былай айтқан кезде солай ол бала психологиялық бұзылысы деп айтады. Бірақ менің айтатыным, бүгінгі эфир подкастымыз дәлел болады, аутизмді жеңуге болады, баланы белгілі бір эмоциясын, эмпатиясын бәрін оятуға болады, оны қоғаммен араластыруға болады, басқа балалармен ойнауға үйретуге болады, және қамқорлық жасауға үйретуге болады. Былай айтқан кезде баланы сол осы жай күйден тек беріліп емес, ой олай болмайды екен, былай болмайды екен емес, жұмыс жасап белгілі бір нәтижеге жеткізуге болады. Бұл бүгінгі подкаст соның дәлелі. Ал енді болашақ жөнінде айтсақ, болашаққа қандай жоспарыңыз бар? Жалпы Раянаны қалай көресіз? Енді Раянаны қалай көресіз дегенде, өзінің қызығушылықтары бар да, суреттер салады, басқаша да салғандары, енді құрастырып салады, сосын мелкий конструкторлармен өте жақсы жұмыс жасайды. Жаңа біз көрдік, күшті нәрсе жасап қойған, адам жасап қойған. Бар заттан кәдімгідей ұқсастырып, роботтар, адамдар, сосын әдемі нәрселер шығарады да. Енді сосын апайларының көп, мысалы апарама қосымшаларға өзінің апайлары бар, мына мектептегі, садиктегі деп. Рая бәрінің айтатыны, Раяна дәрігер болатын сияқты дейді. Көбі сөйтіп айтады, білмеймін не екенін, бірақ әйтеуір болашаққа сенем, әйтеуір бір қоғамда өзінің бір орны бар адам екеніне, бір ғалым болады ма деп те кейде өзім ойлаймын да, жасап отырған заттарына қарап та, түбі бір жерден шығады дейді да, олардың ой өрісі нелері басқаша да, любой бір жерді жарып шығады дейді да. Мен соған сенем. Ең бастысы сол болашақ үшін ғой, баланы жүгіріп жүргеніміз, жұмыс жасауымыз, енді сол сенем болашаққа. Сол ата-аналарға да айтатыным сол, балаңызға сеніңіз, сенім білдіріңіз, елестетіңіз, жақсы нәрселер ойлау керек. Жазыңыз дейсіз. Жазыңыз, жақсы нәрселер ойлау керек та, тек енді арман орындалмай, оның үстіне ананың арманы, тілегі орындалады. Әрине, күшті жауап. Жалпы шынымен де біздер көп ата-аналар негізі бүгінгі күнмен өмір сүруі мүмкін. Бүгінгі күнмен өмір сүреді. Бүгін мен бұлай жасаймын, бүгін қалай жасаймын деген сияқты. Бір мезгіл кішкене жүректі тыныштандырып, баласын қалай көретінін дәптерге алып, жазып, сол дәптерге баласына болашағына хат жазып, болашағына тілегін жазып. Неге мен оны айтып отырмын? Себебі мен сіздерден кейін енді көп ата-аналарға біздер былай айтқан кезде мастер-класстар өткіздік, тегінде өткіздік, көптеген қайырымдылық қорларымен бірге жұмыс жасадық, ол жақтағы аналардың жағдайларын көрдік деген сияқты. Бірақ бір нәрсе, көп аналар жай ғана ойлап қояды екен. Мен қалаймын сондай болады деген сияқты. Ол былай айтқан кезде мен ата-аналарға айтамын да, кәдімгідей бәрін ысыра тұрыңыздар, коррекционный жұмыс бәрін ысыра тұрыңыздар да, Құдайға хат жазыңыздар деп. Құдайға хат жазыңыздар. Мен кәдімгі біздер кейде баланың сондай болғанын көре тұра, тіптен просто тегін армандауға қорқады.
тегін армандауға, тегін хат жазуға, тегін былай айтқан кезде бір баланың болашағын елестетуге қорқады. Бірақ негізі шынымен де алып жаза беріңіздер, чудо болады, өздеріңіз көздеріңізбен көріп отырсыздар. Дәл осындай жұмыс жасалмай қалып қойған балалар қаншама. Әлі түсің жоқ. Мысалы бізде келеді 12 жастағы бала. Дәл сол Раянаның 3 жастағы состояниесі күйімен келеді. Сосын аналарынан бізде сұрасақ, неге енді ертерек қолға алмадыңыздар десе, менің уақытым жоқ, менің 5 балам бар. Менің бұған уақытым жоқ, менің 10 балам бар. Менің деген басқа екінші бұзылысы бар балам бар. Менің үйде семьям бар, менің ата-енем бар. Мен соларға қызмет етуім керек. Бұл өмірде біз тек қана балаға бізге аманаттап бергенсін, тек соған ғана қызмет ету керек. Мен өзімнің де балам бар. Енді мен түсінгенім сол да. Біздің тірлігіміз, ешнәрсе, жұмыс ешқашан да бітпейді. Біздің басты фокусымыз тек балада болу керек, өйткені оны бізге аманаттап бергесін, біз оны қалай да жеткізу керек. Және менің бір түсінгенім, мен өзіме келген оқушыларға андай бір бұзылысы бар балалар есебінде қарамаймын. Мен оларға бізді тәрбиелеуге келген адамдар деп қабылдаймын. Өйткені бұл балалар біріншіден, жалпы бала ғой, бала біріншіден біздің былай айтқан кезде шыдамдылығымызды шыдамдылығыңызды қалай да шыңдайды. Екіншіден асықпауды үйретеді. Өйткені сен қанша асықсаң да бәрібір ол бала өсіп кетпейді. Ол күтесің, сабырлық танытасың былай айтқан кезде. Жалпы бала біздің өмірімізді өзгерту үшін келеді екен. Мысалы, көп аналар балаларын шығаруға, айтуға ұялуы мүмкін. Бірақ мүмкін сол жағдай арқылы біз қоғамды бір өзгертуге келген балалар шығар, бұл балалар. Яғни дәл осындай нәрсе бар, қоғам қабылдасын, бұл ерекше балалар. Мүмкін мен ойлаймын кейде бұл балалар тіптен ерекше балалар емес шығар, жаңа дәуірдің балалары шығар деп те ойлаймын. Себебі олар мүлдем басқаша ойлайды. Олар біреу туралы жаман ойлаймын деген нәрсе жоқ. Олар былай айтқан кезде жүректері өте таза да. Өте таза, ойындағысын айтады, эмоциясын ойындағысын білдіреді деген сияқты. Жалпы Әлия ханым, сізге көп рахмет. Бүгінгі жалпы өзіңіздің өмірлік тәжірибеңізбен бөліскеніңіз үшін. Себебі бұл көп аналарға мотивация болатынына сенімдімін. Себебі біздің қазіргі қоғам қатты өзгеріп жатыр. Жалпы психологтардың, ғалымдардың, дәрігерлердің айтуы бойынша 30 жылдан кейін өмірде барлық адам аутизмге ұшырайды деп айтады. Барлық адам аутистік белгісі болады деп айтады. Мүмкін, мен білмеймін, мүмкін ол кейде рас па деп те ойлап қаламын. Себебі біздерге бір күнде бала келгенде, енді білмеймін, бір күнде бірнеше аутизм келеді. Бір күнде бірнеше сенсорлы бұзылыстар келеді. Тіптен ата-аналар да келеді сондай, былай айтқан кезде. Мүмкін қоғам жақсы жаққа өзгеріп жатырған шығар, оны қабылдау керек деп ойлаймын. Және сіз сияқты күресіп, берілмей, мотивация беріп жүрген аналар көп болсын. Мүмкін сіздердің арқаларыңызда біздер бір жаңа технологиялар ойлап табамыз, мүмкін жаңа нәрселер ойлап табамыз. Мүмкін жалпы біз бәріміз жаңа деңгейге шығамыз деп ойлаймын. Сол нәрсеге мен сенемін. Енді адам мен адамды Алла бекер кездестірмейді. Сізді осы бізге жіберіп тұрған болар. Бір жағынан рахмет айтамын, осылай сізді кездестіргеніме де Аллаға шүкір деймін да. Әйтеуір Раянама бір септігін тигізіп жатырса, қазір дәл осындай неде жүргеніне де бір сіздің де көмегіңіз тиіп жатыр. Қаншама нелермен жұмыс жасадық қой енді. Бірақ сіздің жаңа ең бірінші ол етістік шығарғаныңыз, ихалалиясы, кәдімгідей точно мен білдім да, сізге алып келатқанда, мысалы, мен қазір балама точно не керегін, диагностика барлық жер бірінші өтеміз ғой. Бірінші не керегін точно қазір бүгін білем деймін да. Қалай жұмыс жасау керек, точно қалай, несі дұрыс емес, несі дұрыс деген сияқты точно бүгін жауап алатыны. Как раз сол күні жаңбыр болды Ақтөбедегі сөйлеу орталығы. Жаңбыр болды да. Сондай күшті бір күн болды, сол бар ғой. Әлі есімде бірінші кездескеніміз. Сол неде жаңағыдай
ниет ету керек та. Ал бірінші любой маманға любой нәрсе жасарда бірінші сену керек. Иә, соған сену керек және соған әрекет ету керек та. Аналарға не болса да енді қабылдау керек бәрін. Сосын сабыр болу керек, шыдамдылық болу керек, баласымен жұмыс жасау керек, жаңа баласының болашағына сену керек. Негізі аналар мықты ғой негізі. Жаңағы бәрін не істейтін, жасайтын ана негізі да. Әлемді де тербетеді, бесікті де тербетеді деп айтады ғой, ол шын. Иә, ол шын. Мейлі 5 балаңыз болсын, менде 4 балам бар, кішкентай бөпеммен жүріп те, андай кешкісін бір жарты сағат болса да балаға арнау керек. Кешкісін серуенге де алып шығам, жаңағыдай ертіп алып шығам, көшеде жүргенде. Сосын көп аналардан еститінім, маған бір сұрақ келеді да, көбіне андай: сен мына баладан кейін тағы да бала дүниеге әкелуге қорыққан жоқсыз ба дейді. Көп аналарда болуы мүмкін, мен балам басқа балаларында да қайталанады деп дейді. Бір ана айтады: менде осы бір баласы ДЦП болғанда, мен осы баладан кейін жаңағыдай босануға қорқып қалдым дейді. Мен әр баланың өзінің несібесі бар дейді ғой. Раянадан кейін менде 3 бөпем бар. Сол мысалы Раянаға олардың да септігі тиген шығар деймін да. Бірге олармен ойнайды, бірге сөйлейді, соларға еліктейді да. Мысалы, ол Раяна жалғыз өзі өссе мүмкін басқаша олармен деген сияқты. Олар қастарына ертіп жүреді да, мысалы. Олармен де мысалы ілесіп тілі сөйлеп, сөздік несі қалыптасқан болар да. Негізі баланы сондай балабақша болсын, не болсын, ойнауға, балалармен бірге әлеуметтік ортаға қоса беру керек. Иә, қоса беру керек та. Сондықтан көп аналар мынадай сұрақ қояды да: қалай мына баламен не істемей тұрып, сен қалай 3 баланы дүниеге әкелдің дейді да. Оның үстіне аралары қатар да бәрінің. Мен айтам, мен білмеймін, сол жаңа врач айтқанда сол сәтте не болғанмен, мен білмеймін, бір әйтеуір сендім деймін да, балам берілген жоқпын деймін да, ондай нәрсе болатынына да. Әйтеуір сендім да, болашақта әйтеуір бір нәрсе болатынына сендім деймін да. Баламның әйтеуір бір жол ашылар деп қабылдадым да. Алланың да бұл маған беріп тұрған бір сынағы шығар енді. Любой нәрсені қабылдай білу керек ең бірінші. Күшті. Шынымен де көп аналар қорқып қалған. Негізі ана болу, мен мамам айтам ғой: неге айтпағансың сен маған? Неге айтпағансың маған? Бұлай қиын болатын деп сосын мама күледі. Енді ол барлық мамалардың өмірі солай ғой дейді. Мен айтам: мама, сен ұйықтамай, мені осылай бақтың ба, бізді осылай бақтың ба десең: иә, мен сендерді солай бақтым дейді. Шынымен де бар ғой, аналар өте мықты. Олар жұмыс та жасайды, олар баланы да қарайды, өзіне де қарайды, отбасына да. Білмеймін, енді бүкіл көп нәрсеге үлгереді. Мен өзімде ана болғалы мен түсінбей қалдым, мен қалай бәріне үлгеремін деген сияқты. Мен өзімде бұндай бір, оказывается, бала шынымен көп нәрсеге үйретеді екен. Мысалы, мен ойлайтынмын, мен қалай жұмыс жасаймын ертең, баламен байланып қалған сияқты чувство, сезім болатын да, бірақ өзі бәрі реттеледі екен. Мен оған қатты таң қалдым. Ал енді сіздерге тіптен таң қаламын. Рахмет сізге көп сәттілік. Қазір Раянаның егер көңіл-күйі жақсы болса, Раянаны біз шақырамыз. Раяна, келші бізге. Ойыншығымды алып кел, Рони. Мынадай суреттерді көп салатын. Сосын мама дейді, сосын астына Раяна дейді, сосын атасы айтады: мынау Раяна деп қол қойып жатыр. Раяна, тақпақ айтып берші бізге. Кеше күшті айтып жатырдың ғой: ақ қара. Ана өлең айтып жатырдың ғой Амирханға. Қандай өлең айттың кеше? Түнде айтып отырдың ғой күшті өлең. Иә. Соны айтып берші бізге. Аюлды патады, екі қолы қадады. Дейді, дейді, қатыры келмейді. Апаса басқады, сұрады. Қалды масқара. Ой, жарайсың. Раяна, сен деген кіммен келдің? Қайда келдің сен? Сабаққа. Сабаққа келдің бе сен? Иә. Сосын кіммен келдің сен? Апайға. Мен кіммін, мені білесің бе сен?
логопед апай. Логопед апай дейді. Дұрыс айтасың, мен сенің логопед апайыңмын. танып тұрсың ба апайды? Иә. Жақсы, Раяна, бәріне сау бол айтайықшы. Сау болыңдар деп. Пока дейміз, анда ана жаққа айтамыз. Сау бол деп. Сау болыңдар. Сау бол деп. Жақсы, рахмет көп. Сізге Күшті болды вообще. Иә. Ойымдағы нәрсенің бәрін айттым деп Айттыңыз ба? Айтқан сияқтымын. Ертең күшті қылып шығарамыз бұйырса. Көп адамдарға мотивация болады деп ойлаймын. Иә, прямой эфирден кейін көп андай комментарийлерді оқимын ғой, не айтты екен деп бастапқыда 1-2 күн қарап жүрдім. Ой, көп жарайсыз, мынандай, Раяна қандай мықты деп жазады да, Просто кейде обесценивание болады да бізде ата-аналарда. Иә. Мен жасап жатқаным нем, дым емес деген сияқты. Иә. А на самом деле негізі сіздің жасап жатырғаныңыз ол өте үлкен нәрсе. Мен де мысалы көп баламды, көп ата-аналар мысалы анда мында сүйреніп Ташкентке апарып еді, мен өйтіп шетел аралап өйтіп істеген жоқпын. Бір рет Астанаға бардым, сол сіздерге бардым. Қалған жұмыс осы үйде, сосын жаңа түзету кабинетінде болды. Сосын қазір осы ПТТ класс қой. Соның арқасында өте көп нәтиже бар да. Енді ойлаймын, қазір мен тағы да солай апарсам, Раянада бір жоқ күндерін тағы да. Конечно, енді сіздерге профориентацияға